Армысыз ардақтағайын, эфирде апталық шолу. Осы аптаның ең маңызды жаңалықтарымен мен Олеся Ташимова таныстырамын. 26 сәуір күні елімізде саяси маңызды шара кезектен тыс президенттік сайлау өтеді. Қазір шараға қызу дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қала бойынша баннерлер мен плакаттар ілініп, тұрғындар дауыс беретін участоктар белгіленді. Бүгінгі таңда Бөрлі ауданы бойынша 35 сайлау учаскелері жұмыс жасаса, соның 12-сі қала, 26-сы ауылдық округ бойынша. 26 сәуір күні елімізде саяси маңызды шара кезектен тыс президент сайлауы өтеді. Қазір шараға қызу дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр қаламызда. Ақсай бойынша баннерлер мен плакаттар ілініп, тұрғындар дауыс беретін учаскелерде белгіленді. Ондай ғимараттарда кандидаттар туралы ақпараттарда жайғастырылған. По Бурлинскому району 35 участков. Бүгінгі таңда Бөрлі ауданы бойынша 35 сайлау учаскесі жұмыс жасаса, соның ішінде 12-сі қала, ал 26-сы ауыл округ бойынша. Қала және ауылдық сайлау учаскелермен телефон байланыс арқылы тығыз жұмыс жасаудамыз. Аудандық мәдениет үйінде 7 адамнан құрылған комиссия мүшелері жұмыстануда. Комиссияның төрағасы осы ғимаратта отырады. Сайлау күні Бөрлі ауданы бойынша 50 мыңнан астам тұрғын өз таңдауын жасайды деп жоспарлануда. Сайлаушылардың дені негізінен Ақсайда шоғырланған. Осы жолда ел үшін маңызды шараға ақсайлықтар бір адамдай қатысуға әзір. Я приду на выборы 26 апреля. Мен 26 сәуір күні сайлауға қатысамын. Ол мен үшін, елім үшін өте маңызды шара. Потому что это очень важно. Ел даму үшін көркеюіне үлес қосатын сайлау бұл. Сондықтан да міндетті түрде келемін. Учаскелік сайлау комиссиялары уақытылы жұмысты бастау үшін барлық әдістемелік материалдармен қамтылған. Олар сайлаушылардың тізімін алып та үлгеріпті. Түске дейін комиссия мүшелерінің барлығы келсе, түстен кейін белгіленген кезекшілер отырады дейді. Сайлауында 1226 адам бүгінгі күнге тізім бойынша тіркелді. Соның ішіне өздерін тізім ішінде тексеріп, барлығын нақтылап кеткен 15 адам бүгінгі күнге. Дан басқа біздің қазіргі сайлау учаскінің мүшелері әрбір үйге барып нақты тізім бойынша нақтылап жүр, неше адам тұрады. Халық көп шоғырланған аймақтың тұрғындары Теміржолшылар көшесі бойындағы нөмір 87 отан сайлау учаскесіне де келеді. Мұнда да сайлауға дайындық ойдағыдай. Тізім бойынша 2090 адам тіркелген. Списки избирателей у нас уже получены, на участке телефонные есть. Тұрғындар телефон шалып, тізімде бар жоғын анықтап сұрап жатады. Халықтың белсенділігі жаман емес. Телефон байланысы орнатылған ақпараттарда ілінді. Кеңсе тауарларды біртіндеп жеткізілуде. Ал саяси маңызды шара күні өтетін учаскелер жұмысты әдеттегідей таңғы 7:00-ден бастайды. Сәуірдің 7-сі күні Бумакөл ауылдық округінің әкімінің сайлауы өтті. Елбасы қол қойған жергілікті өзін-өзі басқару туралы заң жүзеге асырылды. Бұл шара үлкен жауапкершілікті талап етеді. Аудандық мәслихат депутаттарына жүктелген міндет те жоғары. Олар таңдаушылар еліне қызмет етуге ынтасы жоғары, халыққа жақын азаматты әкім етіп сайлады. Аудандық мәдениет үйінде аудандық мәслихат депутаттары Бумакөл ауылдық округінің әкімін сайлауға дауыс берді. Ауыл әкімінің сайлауға 2 үміткер ұсынылған болатын. Бумакөл ауылдық округ әкіміне кандидаттар Жанар Сәбитқызы Мұқашева мен Мирболат Наилұлы Мұхамедзиянов. Подготовка была с нашей стороны. Бүгінгі маңызды шарадан алдын ала жиындар өткізілді. Үміткерлердің сайлау алды түсіндіру жұмыстары да өтті. Сайлауды өткізу кезінде дауыс беруге қатысқан таңдаушылар дауыстарының көпшілік дауысын жинаған үміткер сайланған болып есептелінеді. Осылайша Бумакөл ауылының әкімін жанама сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы аудандық мәслихат депутаттары сайлады. Сайлау ұзаққа созылған жоқ. 20 минуттың ішінде комиссия дауыстарды санауға кірісті. Қатысқан 12 депутаттың әрқайсысына бюллетень берілген болатын. 12 депутатымыз қатысып, жаңа өз дауыстарын берді. Бір ауыздан 12 депутатымыз Жұмашева Жанар Сәбитқызына дауыстарын берді. Мәслихат депутаттары Жанар Жұмашеваның үміткерлігін бір ауыздан қолдап дауыс берді. Сайлау қорытындысы бойынша Жанар Сәбитқызы Жұмашева Бумакөл ауылдық округінің әкімі болып сайланды. Нәтижесінде халықтың ой ортақ елге жаны ашитын әкімді сайлады. Ал сайланған әкімнің халық алдындағы жауапкершілігі орасан екені сөзсіз. Ескірген кәріз жүйесі тағы да жердің опырылуына алып келді. Көктем келісімен қала ортасындағы жердің опырылуы бұдан 1 жыл бұрында орын алған еді. Енді міне сол жағдай қайта қайталанды. Сәуірдің 9 күні Сырымдатов пен Халықтар достығы көшесінің қиылысында төс мезгілде орын алған апатты жағдайдан абырой болғанда зардап шеккендер жоқ.
Сырымдатов пен халықтар достығы көшелерінің қиылысында апатты жағдай орын алды. Ескірген кәріз жүйесі енді халықтар достығы көшесінің бойынан сыр беріп қана қойған жоқ. Кеше түскі уақытта тағы да жердің опырылуына алып келді. Аталмыш жағдай болған жерде Ақсай жылу қуат мекемесінің қызметкерлері өз күштерімен аталмыш аумақты қоршауға алып, шұңқырға жиналған жиындыны бір құдықтан екіншісіне арнайы сорғымен тартып шығаруда. Конверсенты уже износились более 30 жылдан астам уақыт болған кәріз жүйесі ескірді. Жарамсыз болғаны сонша, бүгін Сырымдатов пен халықтар достығы бойында опырылып түсті. Қазіргі уақытта бір жерден екіншісіне сорғымен тартып шығару жұмыстарын жүргізудеміз. Былтырғы жылы Сырымдатов бойындағы коллектор еді. Биыл енді халықтар достығы бойынан орын алып отыр. Самое, что произошло в этом году, износ по этой улице уже прошел. Көліктің ең көп жүретін жерлерінің бірі қала ортасындағы бұл көшелердің қиылысы тағы да бірқатар уақытқа жабылып, автокөлік иелеріне қиындықтар туғызатын болды. Оған қоса тиісті мекеме басшысы мәлімдегендей, қаланың осы ықшам ауданында ауыз су, мотопомпалар орнатылғанша уақытымен берілетін болады. Ну все перекрыто, сейчас город будет ограничивать воду, пока не установим мотопомпу для перекачки этой линии. Ал қала тұрғындарының көбісінің бұндай жағдайға ет үйренген. Тіпті В прошлом году, кажется, делали их. былтырғы жылы жасаған еді ғой. Тіпті бұндай жағдай Ақсайға тән деп жатады ғой. Бәрібір қайталана беретін тәрізді. Жасағанымен көпке шыдамай жатыр ғой. Бір-екі айда тағы бір жер опырылып жатса таң қалмаймын. Ну, не знаю, надолго ли это. Атап өту керек, алдағы уақытта осындай келеңсіздіктер тағы қайталануы мүмкін деп жақында ғана депутаттар тілшілермен өткен брифинг барысында сөз еткен болатын. Айтқандай болды. Олеся Ташимова, Роман Аминов, Иламан Қазыбаев, Қарашығанақ жаңалықтары. Ақсанов көшесі 146 үйдің тұрғыны зейнеткер Сәвия Шөреева үйінің алдына белгісіз біреулер қоқыс контейнерін қойды деп шағымданып отыр. Контейнерге қатысты тиісті жерлерге қоңырау шалғанымен жауап ала алмай отырмын дейді. Көктемнің шуақты күнінде таза ауада отырудан қалғанын айтып шағымдануда. Өз үйін таза ұстауға тырысатын, ауласына артық нәрсенің жатқанын қаламайтын зейнеткер Сәвия Шөрееваның көңілін сүріп шаршатқаны қақпа алдына қойылған қоқыс салатын контейнер. Бірнеше қадам жерде дәл қақпасының алдында тұрғаны оның жанына батады. Ихсанов көшесіндегі 146 үйдің тұрғыны зейнеткер контейнерге қатысты тиісті жерлерге қоңырау шалғанымен де жауап ала алмай отырмын дейді. Көктемнің шуақты күнінде таза ауада отырудан қалғанын айтады. Они начали потихоньку его мне вот сюда двигать. Өткен жылы көрші үймен екі араға ортақ қылып контейнер орнатылған болатын. Алғашқы кезде байқаған жоқпын. Кім екені белгісіз біртіндеп жылжытып, менің қақпамның дәл ортасына кеп қойды. Есік алдын ашып қашан шықсам да контейнер қоқысқа толы, тіпті ыңғайсыз көрініс. Ауа райының құбылмалы жағдайында жел күл қоқысты айналаға ұшырып аулама ұшады. Қаңғыбас ит пен мысық та осы жерде жүр. Бір ғана қоқыс контейнері түстен кейін ғана толып, қолы жеткеніне контейнерге жетпегені айналасына қоқысты тастап жүре береді екен. Зейнеткердің бауыры бүгінде бұны күнде жинап жүретін көрінеді. Почему я должна выйти, да, и дышать этим мусорным баком? Кезінде горқомқозға тіпті кейін Ақсай тазалық мекемесіне қоңырау шалып, контейнерді әрірек ысыруды өтінгенімен ешкім құлақ аспады. Барлығы бір-біріне қол сілтейді. Кімге айтарымды білмеймін. Сәвия Шөрееваның сөзін көрші Шура әжей де растап отыр. Весь мусор ставят в самое болото эту и летит во двор. Контейнердің орнатылған жері де ыңғайсыз, жаңбыр жауса айналасы суға толып жатады. Жас кәрісі келіп суды айнала контейнердің ернеуіне жеткізе алмай лақтыра салады. Тазалық қызметкерлері қашанға дейін күзетсін, олар өз міндеттеріне сай бір уақыт түске дейін келіп тазартып кетеді. Мәселе бойынша Ақсай тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне хабарласып, мән-жайды басшысынан сұраған болатынбыз. Бұрынғы жартас, сол жартас контейнерге орнатылғаннан бері орнынан қозғау туралы нұсқау болмағанын айтады. Жалобы дейді ғой, сол Ихсанов көшесінде 146 неде. Онда ол Ихсанов көшесінде біз 2012-де горкомқоздан алған кезде бәрі ол орындағы сол орнына қозғаған жоқ. Сол орында тек бір-екі контейнерден қостық болды. Олар сол кезде сол размещение сол орналасқан несін актімен бізге берді. Ана санэпидстанцияның барып көрсеткен қолдары бар, нелердің бар, сол комиссиямен берген. Сол орнынан біз қозғамай, қасынан тек бір-екі контейнер қостық, соны алдық. Сол. Контейнерлер қарайтындар, КСК-лар.
мысалы мына 10-шы ықшамауырында 4-ші ықшамауырында бәрінде де каскалар өздері қарап қай жері ыңғайлы сол жерге санэпидстанциямен келісіп сол жерге қоршау қойып астына ана плитасын қойып солай алады. Бізге тек мына немен қызмет көрсетеміз тасумен. Осылайша басшысы зейнеткер тұратын үйдің мекен жайын алып мәселені шешуге уәде берді. Ықсан 146-шы жердегі пенсионер айтып отырды. Енді барып қараймын, олай мен өзім тіке бұйрық берген жоқ болса, анада контейнер жерге қой деп. Ана жылжытып, может өздері қозғап, өздері бір шешкен шығар, оны мен қараймын. Кейбір ойлайды, үлкен кісілер өшеге қой, алыс дейді, айнаққа апару керек. Кейбір ана жастаулар бізге әррекі қой, оғанда келісеміз дейді. Сондай келіспеушіліктер болады. Сосын орта сөздерін келісіп, жайлап қажеге деп сондайлар. Мына Учвинскийде ондай сұрақтар туды, соны шештік. Тихоненкоде. Ал зейнеткердің ауласында жақындатып, біртіндеп жылжытқан тазалық жұмысшылары ма, әлде көрші көлем кім екені белгісіз болып отыр. Тұрғын үйге кезекке тұру, жер телімін алу, жаңадан куәлікті ауыстыруда қандай құжаттар қажет, немесе не істейміз деген сауалдар халыққа қызмет көрсету орталығына келіп, жүгінетін азаматтармен жиі қойылатын сұрақтар. Оған қоса түрлі анықтамаларды алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінеміз. Алайда бұл қызмет түрлерінің көбісін орталықтағы өз-өзіне қызмет көрсету бұрышы арқылы алуға мүмкіндік туғызылған. Толығырақ келесі сюжетімізде. Мобильдік халыққа қызмет көрсету орталығы зейнетақымен қамсыздандыру орталығы мен Қазпошта акционерлік қоғамының қызметтерін көрсетуді бастайды. Шалғай елді мекендердің тұрғындары немесе мүмкіндігі шектеулі жандар үшін өз елді мекендеріне немесе үйлерінен еш жерге қызметтерін еш жерге шықпай-ақ қызметтерін ала алатын болады. Егер бұрын мобильдік халыққа қызмет көрсету орталығы халыққа қызмет көрсету орталықтарының ғана қызметтерін көрсетсе, енді оған қоса зейнетақымен қамсыздандыру орталығы мен Қазпошта акционерлік қоғамының қызметкерлері сапарға шығатын болады. Ал халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінушілерден бүгінде шеті мен шеті жоқ, тіпті олардың арасында түсініспеушіліктер де кездесіп жатады. Солардың бірі соңғы кездері енгізілген электрондық сандық қолтаңба. Ол не үшін қажет, немесе міндетті түрде алуым керек пе деген сауалдар жиі жолданады деп отыр орталық басшысы. Чип удостоверениені алған азаматтарда чипіне біз электрон цифровой қолтаңбаны жазып бере аламыз. Ол азамат алған азамат электрон цифровой қолтаңбасын картридер деген құрал арқылы үйінен, интернет болса үйінен компьютер арқылы ала бере алады. Ал ескі 2000 жылға дейінгі ескі удостоверениялар, жаңағы жеке куәліктер, оларда чип болмағандықтан оларға халықтан өтініш, сіздерден бізге келе жатқанда осы соңғы справка, қандай бір анықтамалар алу үшін флешка деген бар, қазір флешка носитель, или болмаса диска алып келулеріңізді өтінеміз. Халыққа қызмет көрсету орталығына күніне 500-ге тарта адам жүгінуде. Олардың көбісі түрлі анықтамалар алуға келіп кезекке тұрғандар. Алайда кезекке тұруға шыдамы таусылғандар арасында дау-дамайды болдырмау мақсатында орталықта өз-өзіне қызмет көрсету бұрышы да ашылған. Оған қоса электронды сандық қолтаңбасы бар әрбір қазақстандық үйінде отырып қызмет түрлерін алуға болады. 2050 бағдарламасында өзіміздің елбасы ірі 30 елдің қатарына кіру үшін осындай жағдайлар халыққа жасауда. Өйткені ол жағдай үйінде отырып та қызметтерді ала алады. Жәлдегі флешкеге жазып берген электрон цифровой қолтаңба бойынша электронды сол қызмет түрлерінің бәрін үйінен шықпай алуға қол жетімді болып тұр қазіргі жағдайда. Халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы бүгінгі таңда 156 қызмет түрлері көрсетіліп, пилоттық режимде 35 қызмет түрі енгізілуде. Осылайша биылға 194 қызмет түріне дейін көрсетілмек. Ал орталыққа келетін азаматтармен жиі қойылатын сауалдар. Қазіргі таңда мына осы халықтардан жиі келіп түсетін сауалдар мекен жай туралы, тұрғылықты жеріне отыру үшін, тіркеу үшін, жеке куәліктер алу үшін, төлқұжат алу үшін күнделікті көп келетін халықтардан осындай сауалдар және алып жатыр, тапсырып жатыр, дайын құжаттар беріп жатырмыз. Айта кететін болсақ, мына жеке куәлік алу үшін бұрын мысалға көшірмесін сұрататынбыз осы жеке куәліктің. Қазір көшірмесі керек емес, түпнұсқасымен келеді.
жаңағы госпошлина дейміз ғой, 397 теңге мысалы өзінің несін төлейді. Болды, басқа ешқандай осы жерден өзімізде жаңағы тегін суретке түсіріп қызмет көрсетіледі. Тіркеуге тұру үшін үй иесінің жеке куәлігі керек. Оған қоса міндетті түрде үй иесінің өзі және тіркелуші азаматтың да болуы шарт. Яғни үй иесінің оның тұрақты тіркеуге тұруға келісімі керек. Заңды түрде жеке меншігін растайтын құжаты мен тіркеуге келушінің құжаты, жеке куәлігіңіз және арнайы төлейтін төлем көлеміндегі түбіртектің де болуы шарт. Қазан қаласына халықаралық деңгейде өткен Данс Авеню атты байқауға қатысып қайтқан балдырған үлгілі би тобы 3 бірдей номинация бойынша бірінші орын алып марапатпен оралды. Айта кету керек, байқауларда қазақ халқының ұлттық киімдері шетелдіктерді таң қалдырып жүргенінде жасырмайды. Соңғы аптада балдырған би тобындағы қыздардың қуанышында шек жоқ. 800-ге жоқ шақырым шалғай жерде жатқан елге Икарус автобусымен сапарға шыққан олардың еңбектері еш кетпеді. Өнер мектебінің тәрбиеленушілері балдырған үлгілі би тобы жүлдемен оралды. Данс Авеню халықаралық байқауында 3 бірдей жүлделі орын алды. Қазанда өткен тартты додада осылайша топ жарды. 28 мен 31 наурыз аралығында Татарстанның астанасы Қазан қаласында өткен Данс Авеню атты халықаралық фестиваль конкурске барып қайттық. Ресейдің, Татарстанның, Башқирияның түкпір-түкпірлерінен келген 200-дің үстінде ансамбльдер қатысты. 3 бірдей бірінші орынға ие болып келдік. Өте қуаныштымыз. Бұл үлкен жетістік деп білем балдырғанның. Байқауда әртүрлі жанрларда билер болды. Соның ішінде біз халықтық жанр номинациясында өнер көрсеттік. Үлкен топ 13-15 жас аралығында бірінші орын, 10-12 жас аралығында ортаңғы топ бірінші орын және солы жеке орындауда Нажмединова Дана бірінші орынға ие болды. Айта кету керек, байқауларда қазақ халқының ұлттық киімдері шетелдіктерді таң қалдырып жүргенін жасырмайды. Бұл жеңіс емес, соңғы 3 жылда жетістіктермен көпті қуантып жүргенін айтады. Үлгілі атанып, сертификатқа қол жеткізуінің еңбегінің де нәтижесі осы. Жюри біздің қыздардың пластикасын өте жақсы деп деңгейде, өте жақсы деңгейде деп мақтады. Сонымен бірге костюмдерімізді ерекшелігін жақсы бағалады. Балдырғанның бұдан да басқа жетістіктері көп. Осы соңғы қуантарлық жағдай, соңғы 3 жыл аралығында біздер тек бірінші орындар және бас жүлде алып жүрміз. Балдырғанның алатын асуы әлде алда деп ойлаймын. Қыздарының талшыбықтай бұралған бойына сәні жарасқан киімдерді қол жеткізуге ата-аналардың да көмегі көп болып отыр. Шығармашылық ұжымының байқауларға қатысуына әрине демеуші табу оңай емес. Көбінесе ата-аналар өз қаражаттарын қалталарынан шығарып жолға аттандырады. Бұлақ көрсең көзін аш демекші, әрине өз балалары үшін де, дегенмен де жас өнерпаздардың өнерін дамыта беруді мақсат етеді. Спонсор жағы тек қана біздерде ата-аналардың күшімен, ата-аналар өздерінің қыздарына деген сол осы биге деген ұмтылыстарын ала қойғандығын жаңағы жақсы көріп құптап, сол ата-аналардың арқасында осындай конкурстарға барып жүрміз. Енді былай ешқандай көмек жоқ еш жақтан. Жарасымды қимыл қозғалысы сырт сымбатының сахнамен үйлесім табуы, киім үлгісінің сай болуын Айжан Разиуллені үнемі топтан талап етіп отырады. Байқауға іріктеп апарған жас бишілердің жеңісі ұстаздың талабы. 7 жастан бастап би үйренуге келген Дана есімді мына қыз бала байқаудан алған әсерінің шексіз екенін айтады. Мы с танцевальным ансамблем Балдырған Біз би жанры бойынша жоғары деңгейде өнер көрсеттік. Бірінші орынға ие болдық. Осындай байқаулар біздің өнерімізді ашып, талантымызды шыңдауға септігін тигізеді. Осыған орай жақсы нәтижеге қол жеткізіп жүргенімізде осы шығар мүмкін. Біз Балдырған би тобы Татарстан елінің астанасы Казань қаласына жарысқа бардық. Ол жарыстың аты Данс Авеню. Ол жарыс 28 және 31 наурыз аралығында өтті. Бұл жарыста 200-ден астам ансамбль болды. Олар және әртүрлі жанрда би биледі. Және олар деген өте мықты болды. Бірақ біз оларға қарамай 3 бірінші орынды иелендік. Біз андижанская полька және қыздарай биін алып бардық. Андижанская полька биімен бірінші орынды алдық. Балдырған би тобы қазіргі уақытта қолда бар жетістікке тоқмейілсіме әлі де дайындықтарын тоқтатқан емес. Себебі алда бірнеше атаулы күндер, мерекелер келе жатыр. Сондықтан да халыққа өнерін көрсетпекшіміз дейді.
Құлақ ауруы көз құс айларында көктем шығып бас киімді шешуге асыққан уақыттарда асқынады. Өйткені есту мүшесінің сырқаттары суықтан пайда болады. Құлақ миға жақын орналасқандықтан бұған немқұрайлы қарауға болмайды. Сол үшін құлақтың естуі нашарлағанда немесе суықтап, сыздап ауырғанда ең алдымен дәрігерлерге көрінген дұрыс. Ал түн ортасында бауыр еті балаңыздың құлағы ауырып, айқаймен оянса не істейсіз? Ардақты ағайын, назарларыңызға пайдалы кеңес айдарын ұсынамыз. Кәсіби мамандармен берілген кеңестер бригадеңізге жарап қалар. Көктем келіп күн жылған шақта бас киімсіз жүруге асыққандар қатары көбейеді. Бұндай салқындықты елемеу кейін бас не құлақ ауруына алып келеді. Егер құлақ ауырса, міндетті түрде дәрігерге қаралған жөн. Дәрігерлер аурудың деңгейін анықтап сәйкес емін ұсынады. Ал оқта-текте түн ортасында ауыра қалған жағдайда қолыңызда қажетті дәрі-дәрмек жоқ делік. Мұндай кезде не істеу қажет? Острые боли в ушах является... Кез келген құлақ ауруының басты себебі салқын тию. Ол ринит, ангина, тіпті тамақ ауруда осыған әкеліп соғады. Вечером с насморком. Егер кеште мұрын бітеліп жатса, баланың міндетті түрде құлағы ауырып жылап оянады. Оның басты себебі есту жолы терісінің қабынып сұйық заттың бөлінуі. Сондықтан алғаш тұмау белгілері байқалған кезде алдын алу шараларын жүргізген абзал. Ол мұрынға арналған арнайы тамшылар тамызу. То может любой спиртовой раствор, что есть дома. Ал құлақ ауырған кезде қолда бар спиртті жылы ерітіндіні дәкеге тамызып, құлаққа салып қою қажет. Осылайша таң атқанша дәрігерді күткен абзал. Басты кеңес, құлақ ауырған кезде жылы басуға мүлдем тыйым салынады. Ни в коем случае греть нельзя ухо. Құлақтың сыртқы және ортаңғы ішкі бөліктерінде кездесетін дерттер. Құлақ аурулары жедел және созылмалы болып бөлінеді. Жиі кездесетін сыртқы құлақ ауруларына атит, перихондрит, атегатома, құлық және тағы басқалар жатады. Әсіресе балаларды жиі кездесетін түрлері есту қабілетінің төмендеуіне алып келеді. Ал жеңіл желпі ауырған кезде мынадай халықтық емдерді қолдануға әрі суықтан болған аурулардың алдын алуға болады. Яғни, қызылшаны қабығынан аршып, тазалап суда қайнату керек. Оны сақтап турап, балмен араластырып, дәкеге орап, құлақтың ішіне жылдай салып, 1,5 сағаттай ұстаңыз. Немесе пиязды майдалап турап, дәкеге орап, құлаққа салыңыз. Терең емес, бергі жағына ғана. Құлағыңыздың ауырғаны басылады. Дәл осылай мұрын аурулар кезінде де пиязды пайдалансаңыз көмектеседі. Және де құлақ суықтап қақсап ауырғанда жылытылған глицеринге немесе жалбыздың басына малынған мақтаны құлаққа тығындап салып, сыртынан қалың орамалмен байлап ұйықтаңыз. Құлақ есту төмендегенде күніне 1 дана лимонды қабығымен қоса жеу керек. 1 аптаның ішінде нәтижесі байқалуы тиіс. Құлақ шу кезінде 1 қасық жау жапырақты, яғни мелисаны 1 стақан қайнаған суда тұндырып, күніне жарты стақаннан 2 рет ішкен дұрыс болады. Сол кезде құлақ шу басылып, жаныңыз тынышталады. Алайда бұл халық еміне жүгінуді дәрігерлер ұсынбайды. Кеңестерді кәдеңізге жаратыңыз. Ең бастысы, денсаулықтарыңыз мықты болып ауырмай жүріңіздер. Олеся Ташимова, Роман Айминов, Иламан Қызыбаев, Қарашанақ жаңалықтары. Ардақты ағайын, осымен жаңалықтар реті тәмам. Жексенбі күндеріңіз сәтті өтсін.